Ертегі қайырымды қайықшы, корей ертегісі. Баяғыда жұртты әрлі-берлі таситын бір қарт болыпты. Ол әрі өткізіп жіберші деген адамды өткізбей қайтпайды екен. Сөйтіп ол ақы бергенді алады, ал ақы бермегенді сұрамайды екен. Сөйтіп бір күні бір жылан жүзіп келе жатып суға батып кетеді. Сөйтіп ол қайықпен тез жүзіп келіп жыланды құтқарады да, сөйтіп ол ештеңе айтпайды, жылайды. Сөйтіп оның көз жасы тиген жерге көп гүл өседі, қалған жерге де өседі, бірақ сол жерге көбірек өседі екен. Сөйтіп бір күні тағы бір жас елік суға батып кетеді. Сөйтіп жас елік болса, жас елікті де құтқарады. Сөйтіп жас елік ештеңе айтпайды, сөйтіп орманға қарай жүгіріп кетеді. Бір күні қарт орманға гүл теруге барса, бір сол елік келіп, жерді тепкілеп кетіп қалады. Сөйтіп ол сол жерді қазып жіберші деп бір жолаушыға айтады. Сөйтіп қазады да 3 рет қазғаннан кейін бір нәрсеге тіреледі. Сөйтіп ол алтын екен. Сөйтіп мына алтынның жартысын саған берем, жолаушы дейді. Сөйтіп неге маған жартысын бересің? Маған бәрін беру керексің. Мен оны қазып шығардым ғой дейді. Сөйтіп олар ұрысқаннан ештеңе шықпайды. Сөйтіп ол қаланың әкіміне барады. Сөйтіп қартты кісендеп кетеді, алтынды жолаушыға беріп. Сөйтіп қарт түнде ұйықтап жатса, бір жылан келіп жуан шағып кетеді. Сөйтіп ертесіне ісіп кетеді. Сөйтіп ұйықтаған кезде тағы да сосын бағанағы жылан келіп шөпті аяғына басады. Сөйтіп ертесіне орны да жоқ болып, тап-таза болып кетеді. Сол жылан соттың әйеліне барып түнде шағып кетеді соңында. Сөйтіп сот түрменің бастығы келіп қартқа сенің ісігің қалай кетті дейді. Жылан шөп әкеп берді. Ол қайда дейді. Сөйтіп қарт әкеп көрсетеді. Сөйтіп басқанда ештеңе жоқ болып кетеді. Сосын ол жыланға сен не істеп едің дейді. Оны мен құтқарып қалғанмын. Және елікті құтқарып қалғанын айтады. Сөйтіп жылан, ойбай, елік саған не берді дейді. Алтынды берді дейді. Сөйтіп жолаушыны қуып жетіп, алтынды қартқа береді де, ал жолаушыны тұтқындап кетеді.